Не істеп жатыр мына бала? Не болды сонша жүгіріп? Бұл үйден кетіп қалғаным жақсы. Әке, ана, менің сезімтал қажеттіліктерім бар. Бақытты болмай көрсін дейді. Балаңыз бақытты ма? Шынайы бақытты баланың анықтамасын білесіз бе? Егер өзіңіздің ойыңыздағы бақытты бала мен біздің айтатын бақытты баланың арасындағы айырмашылықты білгіңіз келсе, бүгінгі сабағымызды өткізбей соңына дейін көріңіз. Сәлем достар, аты жөнім Елжас Ертайұлы. Бақытты отбасы кеңес орталығының құрушысы әрі кеңесшісімін. Сіздермен бірге бүгін осы сабақтан бастап балалардың түрлерін қарастыра бастаймыз. Осы алдыңғы біздің видеоларымызды көрген болсаңыздар, қазірге дейін біз ата-ананың жауапкершілігін, ата-ананың рөлін және де ата-ананың түрлерін қарастырып келген болатынбыз. Бүгіннен бастап балаларға көшеміз. Яғни біздің қоғамда жалпы педагогикада қандай балалардың түрлері кездеседі, солар жайында сөйлеспекпіз. Сонымен бүгінгі біздің бірінші қарастыратын баламыз ол бақытты бала. Жалпы мен өзім Қазақстан бойынша қала аралап семинар тренингтер жүргізіп жүрген кезде осы сұрақты ата-аналардан өте көп сұрадым. Яғни балаңыз бақытты ма деген сұрақты өте көп сұрадым. Осы сұрақты сұраған кезде әрқайсысы әртүрлі жауаптар беріп жатты. Кейбіреуі жаңағы бақытты болуды материалдық тұрғыдан барлық жағдайының қамтамасыз етілуіне алып келіп тіресе, ал кейбіреулер бақытты болудың сырын толық отбасы болудан іздеп тауып жатты. Яғни кейбіреулер не деді? Ол толық отбасы, әке-шешесі қасында, енді ол бақытты болмағанда кім бақытты болады десе, енді біреулер баламның қарны тоқ, көйлегі көк, енді ол бақытты болмай кім бақытты болады деген секілді осындай анықтамалар беріп жатты. Ең қызық болған жауаптардың біреуі, балаңыз бақытты ма десем, бір әке не деді білесіздер ме? Бақытты болмай көрсін дейді. Яғни былай қарап отырсақ, біздің қоғамда қарап отырсақ, балалардың материалдық қажеттіліктерін қамтамасыз ету арқылы оларды бақытты қылуға тырысамыз, немесе оларды күштеп болса да бақытты қылуға тырысамыз. Ал негізінен педагогикалық тұрғыдан қарастырған кезде шынайы бақытты баланың анықтамасын білгілеріңіз келеді ме? Жалпы алған кезде бақытты бала дегеніміз ата-анасына даусын естірте алған бала. Енді осы жерде бәріңіз деп рахаттанып қалған шығарсыздар. Неге? Өйткені күнде кешкісін мен үйге барған кезде баламның дауысын естіп жүрмін. Демек, менің балам бақытты екен деп мына жерде кәдімгідей көңіл күйлеріңіз көтеріліп қалған шығар. Бірақ бұл жердегі дауыс баланың сыртқы дауысы емес. Яғни сіздермен күнделік сөйлескен кездегі немесе күндегі үйдегі еститін сыртқы дауыс емес. Баланың ішкі жан дүниесінің дауысы. Яғни баланың сезімдерінің дауысын ести алуымыз. Былайша айтқан кезде біз балаларымыздың сезімтал қажеттіліктерін байқап, және олардың сезімтал қажеттіліктеріне уақытында және жеткілікті жауап бере алсақ, міне сол кезде балаларымыз бақытты болады. Әйтпесе материалдық қажеттілікті қамтамасыз ету немесе басқа нәрселер, олар сәттік қуаныш сыйласа да, шынайы бақытқа ол алып бармайды. Мысалы, ең тәтті деген торттың өзін жегеннен кейін, бірнеше минуттан кейін ол торттың дәмі ұмытылады. Немесе жалпы алған кезде кез келген осы материалдық тұрғыдан жасалған жағдайдың бәрі белгілі бір уақыттан кейін өзінің күшін жояды. Ал негізгі адамды бақытты сезіндіретін нәрсе ол сезімдерде. Яғни сіз оның сезімтал қажеттіліктерін байқап, және оның сезімтал қажеттіліктеріне жауап бере алған кезде сіздің балаңыз шынайы бақытты бола алады. Егер сіз өзіңізді дамытып, бақытты отбасы болғыңыз келсе, сізді 40 күндік авторлық марафоныма шақырамын. Авторлық марафоным 3 бағыттан тұрады. Яғни, менің авторлық марафоныма қатысу арқылы сіз өзіңізді дамытасыз, өзіңіздің уақытыңызды жүйелі және сапалы түрде өткізуді үйренесіз, жұбайыңызбен қарым-қатынасыңызды түзетіп, бала тәрбиесіне байланысты керемет әдістерді үйренетін боласыз. Және де осы 40 күннің ішінде сіз өзіңіздің өміріңізге ерекше әсер ететін 2 дағдыны өзіңіздің өмірлік дағдыңызға айналдырасыз. Және де әртүрлі тапсырмалар, әртүрлі тың ақпараттар және өзін дамытуға ұмтылатын жаңа таныстар, жаңа достар табу мүмкіндігіңіз бар. Және ең бастысы, осы 40 күндік марафоныма тіркелу арқылы сіз осы жаңа ғана шыққан Samsung Galaxy S10 смартфонын ұтып алу ұтысына қатысу мүмкіндігіне ие боласыз. Бәріңізді күтемін, келіңіз, бірге дамиық, бірге бақытты отбасы болудың қадамын бірге жасайық. Кездескенше. Негізінен балалар, олар деген жалпы
сезімтал қажеттілікке өте толы болады деп айтсақ болады. Яғни олардың өте көп сезімтал қажеттіліктері бар. Бұл сезімтал қажеттілік дегеніміз не? Бұл жалпы алған кезде ата-ананың назарының өзіне ауы. Яғни ата-ана оған назар аударуы, былайша айтқан кезде. Былайша айтатын болсақ, баланың жақсы көрілу қажеттілігі, баланың ата-анамен бірге уақыт өткізу қажеттілігі, баланың ата-анамен сөйлескісі келуі. Былайша айтқан кезде өзін қадірлі сезініп, осы отбасыда өзін керек сезіне алуы, міне ол жаңағы баланың өзін бақытты сезінуінен істейді, өзінің септігін тигізеді. Былайша айтқан кезде, құрметті ата-аналар, балалар өздерінің сезімтал қажеттіліктері болған кезде оны бізге жеткізеді. Не дейді? Бұлай сізге бір қадам алдыға жылжиды, сізге бүйтіп жақындайды. Әке, ана, менің сезімтал қажеттіліктерім бар, маған жауап беріңіз, дейді. Осы дауысты естіп көрдіңіздер ме? Бәріңіз таңғалып отқан шығарсыздар, бұндай нәрсе естімедік қой деген секілді. Бұндай дауыс естімейсіздер, өйткені балалар осы мағынада айтса да, бірақ та бұны қазіргі менің айтқаным секілді айтпайды. Оны балалар өздерінің іс-әрекеттері арқылы жеткізуге тырысады. Яғни жаңағы менің қажеттілігім бар, маған жауап бер деп оны сөзбен жеткізбейді, оны өзінің іс-әрекеттері арқылы сізге көрсетеді. Нақтырақ айтатын болсақ, түсініксіз әрекеттер арқылы сізге жеткізеді. Кейде балалардың істеген әрекеттерін түсіне алмай, не істеп жатыр мына бала дейтін әрекеттер бар ғой. Міне осы әрекеттер арқылы өзінің бір қажеттілігі бар екенін көрсетеді. Былайша айтқан кезде, сол әрекеттер арқылы сіздің назарыңызды өзіне аудартқысы келеді. Мысалы, не істеуі мүмкін? Тоқтамай ары-бері жүгіруі мүмкін, секіруі мүмкін, жануардың даусын шығаруы мүмкін, ән айтып кетуі мүмкін, жерге түкіруі мүмкін, жаңағы өзінен кіші іні, қарындас, сіңлілерінің кейбір қылықтарын қайталауы мүмкін, келіп сізді құшақтағысы келуі мүмкін, келіп сіздің бетіңізден сүйгіштей беруі мүмкін, келіп шашыңыздан жұлуы мүмкін деген секілді. Әйтеуір, түсініксіз әрекеттер деп аталатын әрекеттер арқылы ата-анасының назарын өзіне аударғысы келеді. Яғни ата-анасына маған көңіл бөліңдер, менің қажеттілігім бар деген нәрсені жеткізгісі келеді. Енді сіздің балаңыз осындай әрекет жасаған кезде сіз не дейсіз? Келе ғой балам, сенің қажеттілігің бар екен ғой, кел мен сені құшақтайын, сенің осы қажеттіліктеріңе жауап берейін деп айтасыз ба? Әлде керісінше, онсыз да сізден сезімтал қажеттілігі болып, сіздің көңіліңізді өзіне аудартуға тырысып, сіздің махаббатыңызды сұрап келген балаға керісінше, не болды сонша жүгіріп, түкірме жерге, неге жануардың даусын шығарасың деген секілді қайтадан ұрсып тастайсыз ба? Міне қараңыз, егер бала сізге осындай қадам жасаған кезде, сіз оған ұрсып тастайтын болсаңыз, ол қайттан кері шегінеді. Бірақ баланың ішіндегі қажеттілік әлі бар болғандықтан, ол не істейді? Тағы да қадам жасайды. Жаңағы әрекеттер тағы да қайталайды. Сіз не істейсіз? Тағы дұрсасыз, ол тағы да кері шегінеді. Және осы жерде ескерте кететін жағдай, бала әрбір кері шегінген кезінде өзін одан ары жаман сезінеді. Сезімтал тұрғыдан жараланады. Былайша айтқан кезде өзін керексіз сезінеді. Әке-шешем мені жақсы көрмейді, мен әке-шешеме керек емеспін деген секілді ойлар пайда болады. Енді осылай өзін жаман сезініп жатқан кезде оған көмекке түйсік келеді, подсознание келеді. Негізі түйсіктің басты міндеттерінің біреуі адамды өзінен өзін қорғау, немесе сыртқы қауіптерден қорғау. Яғни өзін одан ары жаман сезініп, көңіл күй түсіп жатқан кезде оған түйсік мынандай бір ой салады, подсказка береді. Не дейді? Сен дейді, өстіп ата-анаңнан сезімтал қажеттіліктерін көрсетіп, ата-анаңнан көмек сұрайсың, ата-анаң бәрібір сені түсінбейді, саған одан ары ұрсады, сен бәрібір өзіңді одан ары жаман сезінесің. Осылай өзіңді жаман сезінбеу үшін сен мынаны үйрен дейді. Сен өзіңнің сезімтал қажеттіліктеріңді байқамауды үйрен, оны елемеуді үйрен. Былайша айтқан кезде өзіңнің сезімтал қажеттіліктеріңе игнор жасауды үйрен. Яғни ата-анаңнан жаңағы көңілін аудартуды сұрап, назар аудартуды сұрауды қой, өзіңмен өзің іштей өмір сүр деген оған осындай бір ой салады. Осылайша уақыт өте келе бала ата-анасынан үмітін үзіп, не істейді? Өзі іштей өмір сүре бастайды. Алдағы уақытта ешқандай сіздің назарыңызды аудартуға тырыспайды, өзі бір бұрышта өзімен өзі ғана отырып, жаңағы ойнап отыра береді, немесе бір нәрсені шұқылап отыра береді деген секілді. Біздің қазақта бұны не дейді? Тұйықталып қалды деп жатады. Тұйықталып қалды, ешкіммен сөйлеспейді, ешкіммен араласпайды, қонақ келсе бөлмесінен шықпайды деп жатамыз ғой кейбір балаларға. Міне осы балалар өзінің сезімтал қажеттіліктеріне ата-анасы тарапынан жауап ала алмағандықтан өздері іштей жабылып, ішкі әлемінде өмір сүре бастаған балалар. Енді бұл бастап кезде, кішкентай кезінде тіпті сізге ыңғайлы болуы мүмкін. Қайта жақсы ғой, тыныш өзімен өзі мазамды алмайды деген секілді. Бірақ жасы өсе келе бұның көптеген зардаптарын байқайсыздар. Нақтырақ айтатын болсақ,
кішкене жас өсе келе бұл балалардың виртуалды әлемге кіріп кетіп соған тәуелді болып қалу қаупі бар. Компьютерлік ойындарға немесе интернетке деген секілді, телефонға деген секілді тәуелділіктер болу ықтималдығы өте жоғары. Және кішкене жас өсіп өтпелі кезең жасына келген кезде, жеткіншек болған кезде оның тілі шыға бастайды. Тілі шыққан кезде де ащы тілі шыға бастайды. Яғни ана кезіндегі реніштерін қазір дауыстап айта бастайды. Сендер мені жақсы көрмейсіңдер, мен сендерге керек емеспін, одан да жаңағы бұл үйден кетіп қалғаным жақсы, өліп қалғаным жақсы, не үшін мені бұл дүниеге алып келгенсіңдер деген секілді әртүрлі ащы дауыстарын ести бастаймыз. Міне бұның бәрі осы сезімтал қажеттіліктеріне жауап ала алмаған баланың көрінісі. Енді қайтадан тақырыбымызға қайтадан оралатын болсақ, міне құрметті ата-аналар, бақытты бала деген ата-анасына дауысын естірте алған бала. Яғни сезімтал қажеттіліктеріне жауап алып, өзін сол үйде қадірлі сезіне алған бала, өзін сол үйде керек сезіне алған бала. Ата-анам мені жақсы көреді, мен қадірлімін дей алған бала, міне нағыз бақытты бала, құрметті ата-аналар. Міне сондықтан балаларыңыз бақытты болсын десеңіздер, олардың тек қана материалдық қажеттіліктерін қамтамасыз етумен шектелмей, олардың тек қана жаңағы толық отбасыда өсіп жатқанына ғана мәз-мейрам болып жүре бермей, не істеңіздер, балаларыңыздың сезімтал қажеттіліктеріне көңіл бөліңіздер. Олардың жаңағы өздерінің қадірлі керекті сезінуіне жағдай жасаңыздар. Яғни ата-анам мені өте қатты жақсы көреді деген нәрсені сезіне алу керек. Және балаларыңызбен сапалы түрде уақыт өткізуді әдетке айналдырыңыздар, құрметті ата-аналар. Міне сол кезде біздің балаларымыз бақытты бала бола алады. Енді жалпы айтатын болсақ, бақытты бала ол бақытты отбасыда тәрбиеленеді. Сондықтан бақытты бала тәрбиелеу үшін де оған бақытты отбасы құрып беру де өте маңызды. Яғни жұбайыңызбен бірге қарым-қатынасыңызды мықты ұстай отырып, бақытты отбасы құратын болсаңыз, міне сол отбасыда өскен бала бақытты отбасы болады. Және осыған параллельно айта кететін тағы да бір мәселе, жұбайлар арасы қарым-қатынас түзелмей, бала тәрбиесі түзелмейді деп жатамыз. Демек, бірінші біз балаларымызды бақытты қылғымыз келсе, жұбайымызбен қарым-қатынасымызды жақсарту керекпіз. Яғни бірінші өзіміз бақытты болу керекпіз. Өзімізде жоқ нәрсені баламызға бере алмаймыз, құрметті ата-аналар. Сондықтан өздеріңіз және балаларыңыздың бақытты болуларыңызды шын жүректен тілеймін. Егер де менің осы айтқан пікірлеріммен келісетін болсаңыздар, онда төменге комментарийға плюс қойып кетулеріңізді сұраймын. Егер келіспейтін болсаңыздар, өз ойларыңызды қалдырып, сіздердің ойларыңызша бақытты бала қандай болу керек екенін қысқаша жазып өтсеңіздер, мен өте қатты қуанышты болар едім. Сонымен біз балаларға арналған алғашқы сабағымызды аяқтадық. Бізбен бірге болып, мені соңына дейін тыңдағандарыңыз үшін сіздерге ерекше алғысымды айтамын. Және келесі сабақтарда кездескенше сау саламат болыңыздар.